Армысыздар, құрметті қазақ елі, сіздерді өз арнамда көргеніме қуаныштымын. Еуразиялық экономикалық одақтан береке кете бастаған сияқты. Бұған басты себепкерлердің бірі Лукашенко мен Пашинянның кешегі әңгімесі. Ойлап қараңыздаршы, Армения осыған дейін ОДКБ-дан шығам деп ресми түрде мәлімдеді. Ал бұған қаншама жаңағы ОДКБ-ның құрамындағы мемлекеттер өкпе назын айтқанымен, Армения өз айтқанынан қайтпады. ОДКБ-ның Астанадағы саммитіне келмеді. Өзінің ашық қарсылығын білдірді. ОДКБ-дан шығатынын мәлімдеді. Енді қараңыз, сол Армения тағы да Еуразиялық экономикалық одақ бар ғой. Мысалы, біз айтамыз, екі ұйым жалпы Қазақстанға пайдасынан гөрі зияны көп деп айтып жатады ғой. ОДКБ оның біріншісі, ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымы. Екіншісі Еуразиялық экономикалық одақ. Бұл ұйымдардың пайдасынан гөрі зияны көбірек дейді сарапшылар. Қазақстандық сарапшылардың да ақпараттарын оқыдым, және әлемдік сарапшылардың да ақпараттарын оқыдым, аналитиктердің. Енді осы екі ұйымның біреуінің құрамынан Армения онсыз да шығып кетті. Енді екінші ұйым Еуразиялық экономикалық одақтың саммиті кезінде бұл Армения басшысы барып қатысқан жоқ. Бейне байланыс дейді ғой, видеоконференция дейді ғой, сол арқылы қатысты. Және сол конференцияның үстінде отырып Лукашенкомен керісіп қалды. Сөзге келіп қалды. Бұған дейін Таулы Қарабақтағы мәселеге байланысты Лукашенкомен арадағы араздық белгілі. Арменияның өкпесі қара қазандай. Тіпті Арменияның премьер-министрі Пашинян айтты: Лукашенко президент болып тұрғанда Белоруссияға аттап баспаймыз деді. Енді Лукашенко оны өздерінің Минскідегі жаңағы жиылысына шақырып жатыр ғой. Бірақ Армения бармаймыз, біз теледидар арқылы жаңағыдай видео конференция арқылы қатысамыз дейді. Сол кезде Лукашенкомен сөзге келіп қалған диалогынан үзінді оқып берейін, содан кейін тақырып тарқатып айтатын боламыз. Лукашенко былай дейді: мен отырысқа қатысушылардың онлайн байланысқа шығып бізбен одақтастығы туралы айтқаны дұрыс емес деп санаймын. Никол Пашинян мырза, мұның сізге қатысы жоқ, өйткені сақалыңызды алып қана қоймай, ауырып та қалыпсыз. Сізді одағымыздың жаңа жас мүшесі ретінде қабылдадық деген еді Лукашенко. Алайда Пашинян оған былай деді: рахмет, біз Еуразиялық экономикалық одақтың келесі отырысының Минск қаласында өтуіне ешқандай қарсылығымыз жоқ. Бірақ алдын ала біздің делегация онлайн түрде қосылатынын айтқым келеді, деді Пашинян. Әрине, оның сөзінің астарын түсінген шығарсыздар. Яғни біз Минскіге, Белоруссияға бармаймыз, біз тек жаңағыдай интернет арқылы ғана сөйлесе аламыз деп отыр ғой. Сол кезде Лукашенко оған сөз қайтарып былай деді: біз сіздің өтінішіңізді қарастырамыз, онлайн қосылуға теледидар болмау мүмкін деп оған жаңағыдай қалай айтуға болады, әдейі осылай сөйлеп отыр ғой. Енді шымшып сөйлеп отыр яғни. Ал бірақ Пашинян да өз айтқаннан қайтпады. Пашинян былай дейді: егер әлі күнге дейін теледидар мәселесін шеше алмаған болсаңыздар, бұл жағдайға түсіністік танытамын, деді Пашинян өз сөзінде. Ойлап қарасаңыздар, Пашинян өзінің айтқаннан қайтпай отыр, өзінің позициясын ұстап отыр. Біз бармаймыз Белоруссияға. Лукашенко президент болып тұрған кезде Армениядан жағдай ресми өкіл болсын, өзі бармаймыз деп айтып отыр. Сол позициясын ұстап отыр. ОДКБ-дан шығамыз деді, шығып кетті. Астанадағы ОДКБ-ның саммитіне қатыспаймыз деді, қатысқан жоқ. Былайша айтқанда, Армения өзінің позициясын мықтап қолға алған сияқты. Бұл дұрыс па, бұрыс па, бұл дипломатиялық ұтылыс па, біздің сөзбен айтқанда, яғни қазақ билігі дипломатия сөзін жиі қолданады ғой. Әлде Арменияның бұл ерлігі ма, яғни дипломатиялық жеңісі ма? Қалай ойлайсыздар?